Сәлем достар, шайға дәмді печенье пісіреміз. Бір жұмыртқа, 2 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз және сұйық майды араластырамыз. Сұйық май шамамен 50-60 грамм. Жүз миллилитр айранға 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Және 30 грамм немесе 2 ас қасық сары май қосамыз. ...250 грамм ұнға қопсытқыш қосып араластырамыз. Енді осы ұнды үйлеуіштен өткізіп саламыз. Қамырды целлофанға салып 1 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Қамырды жұқа қылмай жаямыз. Оның бетіне қант, корица немесе ұсақ шоколад, кондитерский шоколадтарды себуге болады. Немесе бәрін бірге араластырып сепсеңіз, тіптен әдемі болады. Сеуіп болғаннан кейін оқтаумен үстінен жай ғана басып шығамыз. Печеньені өз қалауыңыз бойынша кесіп, пеште 180 градуста 10-15 минуттай пісіреміз. Егер тәттірек болсын десеңіз, тағы да өз қалауыңыз бойынша қант қоссаңыз болады. Бұл печеньелер менің пешімде 15 минутта пісті, өте дәмді болып шықты. Видео ұнаса, лайк басыңыздар. Келесі видеода кездескенше.